Кел. Алда отыр. Әр неге шарикте өзі нөмірлер жазылған. Ал балалар топқа бөліп алдық. Енді топты сабақты бастамақшымын. Топ ашылады. Біз топ ашып байқын сайлап. Енді балалар топтың ережесін айтып өтейік. Айтамыз, топтың ережесін. Сақтау керек. Бір-бірін тыңдау керек. Бір-бірін болу керек. Белсенді болу керек. Бір-бірін татулық айтамыз. Тыңдау керек. Шуламау. Ал балалар орнымыздан тұрамыз. Келуге, енді балалар бекер. Төрт топтан бір оқушыдан шығарайын. Түсінікті тізбектеп айтайын. Содан кейін сұрақ қойып пысықтаймыз. Бәлмесіне міне? Майда қандай? Былай қабылдайын. Шыға ғой мына топтан. Мына топтан шығады. Мына топтан шыға ғой. Мына топтан не қойпаймыз? Шығады. Ал, бастаймыз. Серпімділік күші дегеніміз, Серпімділік күші дегеніміз күштен кейін әсер ететін денені біз серпімділік күші дейміз. Серпімділік күші дегеніміз әрбір дененің өз пішіні мен көлемі болады. Олар қандай да бір қозғалыстың күшінен өзгеріске түседі. Күш әсерінен кейін пішіні өз қалпына келсе, ондай денелерді серпімді денелер деп атайды. Күш әсерінен кейін өз қалпына келсе, біз оны серпімді дене деп атаймыз. Серпімсіз? Серпімсіз деген. Дене пішінің өз бастапқы қалпына келмесе, серпімсіз не пластикалық дене деп аталады. Серпімді дейді, күш дегеніміз не? Тоқтайды, мына тоқтады. Серпімді күш дегеніміз не? Серпімді күш дегеніміз күштің әсерінен кейін баса қалпына келсе, онда ол серпімді дене деп аталады. Серпімсіз күш дегеніміз не? Күш әсерінен кейін бұл өз қалпына дене бастапқы қалпына келмесе, бұл серпімсіз дене деп аталады. Сіздер келсеңіздер ма? Құстардан айтқанса қарап отырыңыздар. Айтқандарыңызға қарай. Созылған безеге иілген бастапқы пішініне қайтып келеді. Ал иілген сым сол күйінде қалады. Кім айтады? Резеңке себебі ол өзінің қалпына келетін себебі ол серпімді күштің әсерінен ол неге келеді? Өзінің қалпына келеді. Өте жақсы. Ал сым дейді, сол қалпында күйінде қалды. Кім айтады? Сым
себебі ода серпімділік күші аз. Сондықтан ол марылған күйінде қалады. Өз күйінде қалады. Балалар, мына жерде төрт топта бағалап жүрген, төртеуі де жалғастырып айтып отырды. Бал беріп отырады. Жасырынған сөз деген ойын тастайын мына қарашығы алдағына. Пысықтау үшін. Бұл жерде тапсырма балалар. Бірінші аттарыңызды жазасыңдар. Секеріндерде жасырынған сөзді табасыңдар. Бұл жерде балалар қараңдар. Дискриптор беріліп тұр. Соған мән беріңдер. Бұл жерде екі дискриптор беріліп тұр. Бірінші жасырынған сөздерді табасыңдар. Сөздерден сөйлем құрайды. Соған мән беріңдер. Астына бірінші табасыңдар. Одан кейін сөйлемді ары қарай құрайсыңдар. Қайда болады деп бұл сөйлем тапты. Опа, қайда ғой? Серпімділік күші қайда пайда болады? Қайда пайда болады дейді? Серпімділік күші қайда пайда болады? Сен біз қайтеді? Алсаға кетіңіз. Серпімділік күші қайда пайда болады? Қайда пайда болады дейді? Оны көрсен. Бір-бірін не қылмаймыз уже. Не жазсын сен? Сен болып отыр. Күші деген қайда пайда болады? Күші деген қайда пайда болады? Серпімділік күші серпімділік қайда болады? Серпімділік қайда болады? Соңына көрді. Серпімділік күші қайда пайда болады? Серпімділік күші абай olmuş. Серпімділік күші қайда болады? Қайда болады? Ал енді бері қараймыз балалар. Сендер таптыңдар ғой? Өте керемет. Енді бері қараймыз. Осындай сөз шықты ма? Қарап өтіңдер сөздерді. Серпімділік болады. Қайда? Күші қайда? Енді осыдан не істейміз? Сөйлем құраймыз. Айғанды кім құрашы? Құрашы. Серпімділік күші қайда пайда болады? Серпімділік күші қайда пайда болады? Бүгінгі өтетін сабағымыз балалар. Серпімділік күші қайда пайда болады деген екен. Ал енді алдымызда бағалау парақшасы тұр. Түсіндіріп өтейін. Алдыңдар мына бір парақшаға нәрсеге өзіміздің есімімізді жазамыз. Енді үй тапсырмасын. Дискриптор мен жаңа айтты, ойнағам. Сендерге айтуды ұмытып кеттім. Дискриптор былай болған. Топтан шығып, өзінің түсінігін айтқан балаға 2 балл. Ал сұрақ жауап беріп отырғанда 2 балл. Барлықтан үйге бүгін ашық сабақ болатын болған соң, басқа сабақтан ерекше болатын болған кейін барлық дайындалып беріңдер ғой балалар, иә? Оларға топқа бәріне 1 балл беремін. Ал жауап бергенде 2 балл қойыңдар. 2 балл деп ұсыныс қоямыз. Мен 2-ге не істейміз? Ұсыныс қоямыз. Жауап берген адам ғана 2 қояды. Ал жауап бермеген 1-ге қояды. Енді екінші тапсырма. Жасырынған сөзге балл қойып жіберейін. Өте дұрыстар. Олар 2 балл қояды. Мүлдем қатесі барлар
Таппағандар, олар 0 қояды. Таптым, бірақ қатесі барлар 1 балл қояды. Қоя қойды. Енді қойсай. Кетіне қойып кетіне береді. Ары қарай. Сонымен қалды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз серпіндірік күші қайда пайда болады. Серпіндірік күшін зерттейді. Бүгінгі мақсатымыз серпіндірік күшін зерттейді және оның білінуіне мысал келтіріп, серпіндірік күші туралы айтады. Мен сендерге кеше видеоларда көрсетемде алдыңғы сабақта серпіндірік күші туралы өтеміз. Енді соны пысықтауға берілді бұл тапсырма. Зерттеу сабағы. Балалар, бүгінгі сабақ зерттеу сабағы. Мына жерде не көп тұрсын? Айта қойшы, не көп тұрсын? Адам тәсілін спортпен айналысқанын сезуші бассейнге секірейін деп отқанын. Біреу. Атқа сен айта қойшы, не көп тұрсын? Қарлар жауылады ма? Қайда тұр қарлар? Ағашта. Ағашта тұр дейді. Айта қой, Айхан, не көп тұрсын? Трамплинде адам секіріп жүр. Трамплинде адамдар секірейін деп жатыр. Ары қарай. Не жерде кім айтылмайды? Айта қойшы, не көп тұрсын? Ағаштан жел болып атқанын көріпті. Ағаш жел болып атқан. Енді осы жерде қараңдар. Мынау спортшы ма, кім ол? Спортшы. Не істеп жатыр? Сондай сырт менің алдымда жатырда, көрейінші, солай секірілемеген. Сырт. Енді бізде енді сырттан майысты ма? Майысты. Қайтып орын келді ме? Келді. Бұл балалар ненің күшін әсерінен? Күштердің өзі қаншаға бөлінеді? Күштердің тұрғаны не? Біз айта қойшы. Серпінділік күші, серпінсіз. Жоқ, серпінділік күші, Серпінділік күші, ауырлық күші, үйкеліс күші. үйкеліс күші. Бүгінгі біздің сабағымыз соның серпінділік күші екен. Көрдіңдер ма? Серпінділік күштің әсерінен, сыртқы дененің әсерінен не істеді? Өз қалпына келді. Өз қалпына келді. Бұл спортта да пайдаланады екен мынаны. Қайда пайдаланды? Спортта. Келесіде. Шоқуға барасыңдар. Бассейн. Бассейнге барамын. Тағы. Жүзуге барасың ба? Тағы. Сен қайда барасың? Сен сондайда секіріп көрдің ба? Қайсысын секіріп көрдің? Өзің не болдың ба? Тәрбие жаңа өзің сергек несін ұстады ма? Серпінділік күшін. Ұстады ма, ұстамады ма? Секіре алдың ба сен? Бірақ саған әлі керек балам. Техника қауіпсіздігіне сақтауымыз керек. Өскен кезде барамыз, иә? Ал, айта ғой. Бақта секіргенде өз қалпына келді. Келді, иә? Мынау да өзінің несіне қалпына келді. Ал өзіңе жетеміз. Не көріп тұрсыңдар? Ағаштың үстінде қар. Маған вообще жауап бермеген. Сен айта қойшы. Не үшін ағаштың үстінде қар тұр? Ол не үшін? Не болып болған ағаштың үстінде? Өйткені қар жауып ағаштың үстіне құйылды. Ненің әсерінен? Қар жауды ағаштың үстінде тұрды. Ненің әсерінен не өзгерді? Айта қойшы. Қыс келді дейді. Тағы. Тау жарайды. Қар жауғаннан кейін қар Серпінділік күшінің әсерінен біздің ағашымыз тіке тұрған ағаш қарға не істеді? Майысты. Енді қар деген үстіне түсті. Майысы барды. Қар екен сілкін етті. Шығып кетті. Ағаш не істейді? Қандай күйде қалады? Өз қалпына қайтадан не істейді? Бастапқы қалпына келеді. Сонда күштің әсерінен
барлық денелер қандай өзгеріске түсті дегенде осы деді. Енді видео ашыла ма ашылмай ма білмеймін ше. Тартайын қараңдар. Қалай тартылды? Және жеңіл тартылды ма? Или маған ауыр жұмсауға мүмкіндік болды ма? Жеңіл болды, иә? Ал енді қабаттаймын. Не болды? Маған қиындық туғызды ма? Туғызды, иә? Сонда зат қалыңдаған сайын бұның серпіндіру күші де істейді екен. Қиындай артқа түседі, қиындай түседі тарату. Өте керемет. Балалар, мына жерде енді бастапқы қалпын мынауымыз сонымен қандай күшке жатады? Серпінге жатады. Ал мынауымыз ше? Айтамыз. Әнерде байтыз. Бұл майысқанда өз қалпында тұрды. Сонда бұл серпінсіз күшке жатады. Неге серпінсіз жатты? Өйткені ол өзі майысып тұрды. Содан кейін ол өз қалпына келмей, сол күйінше қалыпқа. Бастапқы қалпына ол не істемеді? Келмеді. Серпіндіріп күш болған жағдайда ол бастапқы қалпына не істейтін еді? Келмеді. Мысалға мен қазір шарды алайын. Міне шар. Ол үрленді. Бастапқы қалпын көріп тұрсыңдар ма? Көрмедіңдер ме бастапқы қалпын? Міне шар өзінің дөңгелегін ұстапты, иә? Енді мен қолыммен мұжам. Бірақ негізі қорқамын. Жарып кете береді. Мұжылды ма? Енді мен жіберем, қараңдар. Істеді. Қалпына келді. Бұл жерде балалар қандай күш болды? Серпінді күш дегеніміз не? Денені серпінді күші деп атайды. Мен күшімен істейді, өзге кейін ол қалпына келуге тырысады екен. Енді хотя бы серпітуге бұның қалпына келді ма? Келген жоқ. Бұл қандай күш болды сонда? Серпінсіз күш болды. Өте жақсы. Қайсысына жатады? Маған айта қойшы. Қайсысына жатады? Серпінді күшке жатады. Серпінді күшке жатады. Серпінді күш дегеніміз не? Айтшы. Сабаққа қатыспай отырсың. Серпінді күш дегеніміз өз күш әсерінен кейін өз қалпына келетін денелерді серпінді денені дейміз. Балалар болыңыздар. Тек қана батут ұнай ма, басқа ұнамай ма не? Неге барасыңдар ма? Парктерге, саябақтарға барасыңдар ма? Сол кезде қандай нелерге мінесіңдерсіңдер? Аттракциондарға. Бір машина тұрады, сол Ол машинаға мінеді екен. Саған ұнай ма сол жерде? Ұнайды, иә? Енді серпінділік күші қай жерде бар?
Антирушында. Оны секірген кезінде ол өз серпіндіріп күшін жоғалтып, содан кейін ол адамды аспанға ұшырып өз қалпына келеді. Өз қалпына базут абылған екен, адам секіріп болғаннан кейін естен екен, өз қалпына. Бұл жерде қандай күш пайда болды? Серпіндіріп күш дегеніміз не? Серпіндіріп бастаған. Серпіндіріп күш дегеніміз не? Енді қараңдар, мына жерде мынау не? Беріліп тұр ғой, батут беріліп тұр. Тағы не мына? Не дейді? Әткеншек дейді. Әткеншекте бар ма? Серпіндіріп күші бар ма жоқ па? Бар. Одан кейін не мына? Ол балдар жақсы ке. Қазақшасын айтқан балаға балдар. Мынаны, бір бал береді. Бұлар груша деп жатыр. Бокстарға арналған ұраттың не дейді? Қап деп айтамыз тағы сөйлейді. Мынау не? Ода да айтпадым өзім бе, екеуін аға айттым. Қаншама неге барамыз, саябаққа сот барамыз. Мына бір шығар, сендер өш жерде орайындар жеткен сендерде мынау. Күйлі. Қайсың орай? Мені бұлар сізге бастапқы жаңағы немізді көрдіңіздер ме, алма ағашымызды. Бұл жерде алма ағашқа зеттейді. Біз алма ағашқа ағашқа алмалар іліп пластилиннен жасап алмалар іліп алмалар ағаш оған ауырлық күші берді. Содан ол Бастапқы қалпында болды ма? болды. Бастапқы қалпында болды ма? Ауырлық күш әсерден. Бастапқы қалпында болды ма? Сендер алма іліп едіңдер. Не істеді? Ол өзінің несін күшінің жоғалтты, иә? Енді алманы біз алып қалсақ не болады? Несін әсеріне келеді? Серпіндіріп күшіне. Сендер де, сіздер серпінді күштерді серпінді денелердің суретін салады, дәлелдейді. Қандай серпінді нелер бар? Денелер бар. Шар бар, доп бар, серппе бар. Жаңағы сіз көрсеткендей сырық бар. Адамның сырықпен секіріп жатқаны бар. Адамның сырықпен секіріп жатқаны. Неге тағы неге секіреді балалар? Неге секіреді? Батуттен секіреді. Тағы неге секірді? Трамплиннен секірді. Өте жақсы. Алған суреттері міне. Олар адамның басын салып үлгеріп қойса ғой. Екінші. Бұлар бізге серпінсіз денелердің суретін салады, және дәлелдейді. Ол газдалған сусынның Не қылды, да? Бұл газдалған су. Бұл Кока-Кола. Бұл Маған жауап бергенде 2 балл, топпен жұмыс жасағанда 1 балл. Тез белгілеп тастайық. Өзіңіз бағалауыңыз керек. Тез белгілеңдер. Отыра қойыңыз. Ой, керемет балалар. Тез белгілеп тастайық. Жаңағышы нені? Жеті, 6, 5. Естеге жоқ екен, 6 мен. Өте керемет.